Жалпы бұл мекемеде істеп жүргеніме 2 жыл болады. Отбасым, семьямда 5 балам бар. Жұмысшы мамандардың еңбек еленді. Президент жарлығымен 2025 жыл жұмысшы мамандардың жылы деп бекітілді. Біз жаңа хабарда сан салада адал еңбек етіп жүрген мамандардың жұмысымен таныстыратын боламыз. Ал алғашқы хабар қаланың тазалығын сақтап, көріктендіруге үлес қосып жүрген Жасыл ел Тараз мекемесінің жұмыскерлері туралы болмақ. Жалпы бұл жекеде қаланың тазалығымен айналысамыз. Қыстың күні қар тазалығымен айналысамыз. Мысалы, жолдарды, остановкаларды тазалаймыз. Жұмысым өзіме ұнайды. Ұнағаннан кейін істеп жүрмін осы жұмыста. Осы тұрғындарға айтарым, өздері тұрған қаланы кішкене тазалық сақтап, кішкене өздері сол ауаны өздері жұтады ғой осы қалада мысалы. Сон тазалық сақтаса деймін. Әр жерге бір кетіп барады, мысалы, талай көреміз мысалы көшеде. Біз көшеде жүргеннен кейін тазалықпен лақтырып кете береді көшелерге. Лет 16 я пришла работать, облагораживать город. Наша работа, не скажу, что легкая, у нас тяжелая работа. Мы убираем город, чистим. Наша работа хорошая. Я не скажу, что каждый справится, но облагораживать город – это самая нужная работа. Не каждый пойдет, поэтому я люблю свой город. За что стыдиться? Некоторые думают, стыдишься вот этой работы. За что стыдиться? Я заработную плату получаю, не ворую, честным трудом работаю.